Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 10-шы сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Жанды табиғат туралы мазмұндай аламын. Мәтін және оның түрлері. 38-ші жаттығу. Ұқсас тақырыпта берілген мәтіндерді салыстыр. Ит жақсы дос. Бір баланың иті болыпты. Баланың аты Талғат, иттің аты Ақтөс екен. Талғат балаларға Ақтөстің пайдасы жоқ депті. Балалар күліп, біздің итіміз жақсы, үйді күзетеді, пайдалы дейді. Бірде Талғат орман ішімен келе жатып, бір қасқырды көріп қорыққаннан айқайлап жібереді. Оны Ақтөс естіп, жүгіріп келеді. Ақтөстің аф-аф деп үргеннен қасқыр қаша жөнеледі. Талғат оның көмектескеніне риза болады. Содан кейін Талғат Ақтөспен жақсы дос болып кетіпті. Мәтіннің атына назар аудар. Ол негізгі ойдың қысқаша атауы екенін дәлелде. Ит жақсы дос. Себебі орманда жүрген Талғатты қасқырдан құтқарды. Иттің үрген дауысынан қорыққан қасқыр қаша жөнелді. Осылайша иесін қорғап қалды. Тыңдалған мәтіндегі ақпараттың дұрыс-бұрысын анықта. Ақтөстің пайдасы бар, ит үйді күзетпейді, пайдасыз. Ақтөс Талғатқа көмектеспеді, Талғат оған қатты ренжіді, ит пен адам дос бола алмайды. Бұл жерде дұрыс жауап Ақтөстің пайдасы бар. 39-шы жаттығу. Мәтінді қатесіз әрі көркем жаз. Ит. Адам баласының ең бірінші қолға үйреткен жануары ит. Ол адамға ең үйірсек жануар. Иттер жоғалған нәрсені табуға өте қабілетті. Олар үй-жайды жақсы күзетеді. Ит туралы оқылған осы екі мәтінді салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Қай мәтінде ит туралы нақты фактілер берілген, қайсысы көркем мәтін? Ит жақсы дос мәтіні әңгімелеу мәтініне жатады. Себебі бейнелі түрде суреттеліп тұр. Ит мәтіні сипаттау мәтіні, ғылыми мәтін. Себебі нақты фактілер айтылған. Суреттегі иттер туралы энциклопедиядан ақпарат тауып оқы. Бірінші суретте тазы бейнеленген, екінші суретте неміс овчаркасы, үшінші суретте төбет бейнеленген. Тазы орташа ғана бойы бар жүйрік ит. Өздері өте батыл, әрі орасан зор жүйрік болады. Қазақтар ерте кезден бастап ит жүгіртіп, құс салып, аң аулап серуен құрған халық. Олар аң аулауға бейім болып келетін иттер тазыны қолданған. Орта ғасырда өмір сүрген италиялық жиһанкез Марко Поло далалықтардың аңдарды аулайтын жүйрік иттері жайлы тамсана жазады. Неміс овчаркасы. Бұл овчарка өткен ғасырдың аяғында шығарылып, әуелі Германияның түрлі облыстарында қой бағатын бақташы ит ретінде пайдаланылды. Қазіргі кезде бұл тұқымның иттері өте кең тараған қызмет иттері болып табылады. Олар өте жан-жақты, сондай-ақ ауа райының түрлі жағдайларына бейімделуге қабілетті. Батыл, төзімді, бөгде кісілерге сенбейді. Сақ, қабаған, иесін жақсы тыңдайды, түрлі үйрету жағдайына тез дағдыланады. Төбет немесе Орта Азиялық овчарка, алабай, Орталық Азиядан таралған ежелгі ит тұқымы. Тарихта Орта Азиялық овчарка Орталық Азия жерінен алабай деген атпен шыққан. Қарауыл және қорғаушы қызметі үшін пайдаланылады. 40-шы жаттығу. Төмендегі екі мәтінді салыстыр. Ұқсастығы неде, айырмашылығы ше? Бірінші мәтін. Бақа құрлықта да суда да тіршілік етеді. Сондықтан ғалымдар оны қос мекенді деп атайды. Екінші мәтін. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Сулы жерді мекендеп, құрлықта да секеңдеп, шыбын-шіркей аңдиды, жемге қашан жетем деп. Екі мәтіннің ұқсастығы екеуінде де бақа туралы айтылған. Айырмашылығы бірінші мәтін пайымдау мәтін, ал екінші мәтін сипаттау мәтіні. Ғылыми мәтін екенін дәлелде. Екі мәтінде ғылыми мәтін. Себебі екі мәтінде де бақаның қайда мекендейтіні және немен қоректенетіндігі нақты айтылған. Бұл әңгімелеу мәтіні ме, әлде пайымдау мәтіні ме? Өз жауабынды дәлелде. Бірінші мәтін пайымдау мәтіні. Себебі сондықтан деген көмекші сөз қолданылып тұр. Ал екінші мәтін сипаттау мәтіні. Себебі бақаның қандай екенін сипаттаған. Жұмбақты оқып, шешуін тап, сулы жерді мекендеп, құрлықта да секеңдеп, шыбын-шіркей аңдиды, жемге қашан жетем деп. Бұл жұмбақтың жауабы бақа.
Жұмбақтың көркем шығарма екенін дәлелде. Бұл көркем шығарма, себебі бақаның суда да, құрлықта да өмір сүретіндігі және шыбын-шіркейге қашан жетем деп отырғаны бейнелі суреттелген. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.